Мен Әбдіқұл Ұлжан Сәкенқызы, Тараз қаласының номері 15-ші бөбекжай бақшасының тәрбиешісімін. Осы сөзді көп адамдардан жиі естимін. Бала кезімде өскенде кім болам тақырыбындағы шығармада жас апайларға еліктеп, ұстаз болам деп жазғаным балалық емес, шындыққа айналғанына міне тура 8 жыл өтіпті. Жалпы тәрбиеші деген кім? Мен үшін қазіргі заманның тәрбиешісі ол зерттеуші, бақылаушы, құрастырушы, суретші, мүсінші, әнші, биші, әртіс, сиқыршы, саяхатшы және ең бастысы ізденуші. Баланың әрбір сұрағына нақты дәлелмен жауап беру үшін ол үнемі білімі мен білігін көтеріп, жаңа заман ағымымен ілесіп отырушы. Баланың барлығы бірдей емес, олардың жас және жеке ерекшеліктері бар. Бірақ тәрбиеші сол ерекшеліктерді назарға ала отырып, балаларды жан-жақты дамыту керек. Яғни дидактикалық, қимыл қозғалыс ойындарын тиімді ұйымдастырып, өз ойын толық айтуға баулай отырып, өз қимыл қозғалысында еркіндікті сезіне білуге үйрету де тәрбиешінің қызметі және міндеті. Жасыратыны жоқ, осы мамандықты таңдаған жандардың кәсібіне көңілі толмай, қиындығын айтатындар көп, ал мамандығын өзгертетіндер сирек. Оның себебі сүйкімді балалардың киелі ортасы тәрбиешін нәзік жіппен өзіне байланыстырып қоятындай. Сондықтан да ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу аса жауапты әрі күрделі міндет. Бала біздің жарқын болашағымыз, мамандығым мақтанышым.